Күндеріңіз қалай? Жарайды. Олар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мына ыдыстың ішіндегі зат арқылы болжап көрейік. Ол үшін сіздер маған жақындай болыңыздар. Мына келеміз, көзімізді жұмамыз. Көзімізді жұмамыз деп, былай көзімізді жұмамыз. Енді қолдарымды осы ыдысқа салып көрейік. Білесің бе, қанша құм бар екенін? Білесің бе, қанша құм бар екенін? Иә, балалар, қанша құм бізде кездесетін қазақстанда қанша құм бар екен. Енді балалар, құм сәндік ән салады екен. Енді қараңыз балалар, осы қазір сабағымыз бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық. Осының ішіне сіздер құпия тауып алыңдар. Не бар екен? Иә, отағызға біз ребус жаздырған ребусын шешіп алдық. Қандай тақырыптар? Қандай тақырыптар? Жеті су, иә, жеті су, әнші құм, иә. Енді балалар, өз орындарына отырыңыз. Бірінші топ, жеті су, екінші топ, әнші құм. Дәптерlerimizi açın. Açalımızı. Dәптерimizi açtırın. Marina dәптерimizi aç. Бүгінгі күнді жазылмамыз. Бүгін сәуірдің 23-і сынып жұмысы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз әнші құм. Жазып болдық па балалар? Енді бүгінгі сабақта сіздер тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, нақты ақпараттан анықтайсыздар. Тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттайсыздар. Балалар, енді бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Құм, песок, дәптерлерімізге жазып аламыз. Жел, ветер, желсіз, безветренный. Төбе, вершина, холм, жаңбырлы, дождливый. Сөздік дәптерлермен жазып алыңдар. Егер жазып болса, балалар, мен сендерге жаңа сөздерді бекітіп алу үшін жаңа сөздердің орысшасын айтамын, а сендер қазақшаға нұсқасын айтуларын керексіңдер. Мен орысшасын айтамын. Ал кет. Песок, құм, ветер, холм, вершина, төбе, жақсы, дождливый. Жарайсыздар балалар. Енді келесі бейне материалды көріп шығайық. Енді қараңыздар, осы бейне материал мазмұн таныс болған біздің еліміздегі әнші құмнан басқа да елде әнші құмдар бар екен. Ол ақш мемлекетіне орналасқан, Калифорния штатында орналасқан әнші құм екен. Екінші, Қытай мемлекетінде орналасқан әнші құм екен. Үшінші, Африка елінде тоже әнші құм бар екен. Біздің әнші құм Қазақстанның әнші құмы Жетісу өңірінде орналасқан екен. Балалар, енді осы біздің тақырыбымыз бойынша қысқаша аудио мәтінді тыңдап көрейік, содан кейін барып тапсырмаларға көшеміз. Жарай ма балалар? Әнші құм Жетісу жеріндегі үлкен қалқан. Кіші қалқан тауларының Енді балалар, қараңыздар, бүгінгі сабағымызды қазір тапсырмаларды бастамас бұрын біз бүгінгі сабағымызды бағалау түріне көшейік. Бағалау түрін таныстырып өтейін сіздерге. Бүгін біз бұрынғы бағалаулардан ерекше
бағалау арқылы біз өз жұмысымызды бағалап шығамыз. Әр топ мына ыдыстарға, мынау бірінші, екінші топтың ыдысы, мынау екінші топтың ыдысы, осы ыдыстарға біз құм салу арқылы бағалаймыз бір-бірімізді. Бірінші топ өз ыдысына өз ұпайларын салып отырады, екінші топ өз ыдысына ұпайларын салып отырады. Мына жерде қараңыздар, мына өлшегіш стақандарда көрсетіліп қойған бір ұпай дегеніміз, бір балл, бір ұпай. Осы неге? Осы мөлшерде құм салып арқылы осы немізді толтырамыз, мына ыдыстарымызды толтырып отырамыз. Түсінікті ғой балалар, иә? Жақсы балалар. Енді біз балалар осы жаңағы тыңдалған мәтін мазмұны бойынша біз алдарымызда тұрған ноутбукты ашамыз. Бұл ноутбукта Word бағдарламасы арқылы викториналық тест сұрақтары берілген. Сол тест сұрақтарын біргелікте жауап беріп, өз ұпайларыңызды шығарып алсаңыздар болады. Қараңыздар. Біргелікте жасаңыздар. Сұраққа жауап берген екенсіздер. Енді қараңыздар, 4-5 сұраққа жауап бердіңіздер. Енді неше ұпай жинадыңыздар? Неше ұпай алдыңыз? Неше ұпай? 3 ұпай ма? 4-5 сұраққа жауап бердіңіздер. 2 ұпай. Енді келе қойғандар өзінің сауалына жұмсалады. Енді қара, 1 ұпай, 2 ұпай. Осыған дейін сен құм салуың керек, саласың, иә. 2 ұпайға дейін. Енді қара, 2 ұпайға дейін мынаны толтырады өзінің сауалын. Жақсы, жарайсың, отырады. Енді, Марина, сендер неше сұраққа жауап беріңдер? 2 сұраққа жауап берсіңдер, онда қанша ұпай жинасыңдар? 1 ұпай сала ғой өзің салатын. 1 ұпай, соған дейін толтырып келе. Тағы салатын. Енді сала. Жақсы, жарайсың, отырады орнына отырады. Жақсы, балалар. Енді келесі тапсырма. Ендігі кезекте бізде мынандай сөйлемдер берілген, суреттердің орнына біз қажетті сөзді қойып, сөйлемдерді оқуымыз керек. Бағалау дискрипторына қарап назар аударыңыздар, суреттердің орнына қажетті сөздерді қояды. Әр дұрыс жауапқа 0,5 ұпай беріледі. Демек барлығы 3 ұпай. Мына жерге 6 сөйлем берілген. Бұны мен балалар өзім бағалап шығатын боламын. Қайсы топта қанша ұпай екенін өзім айтатын боламын. Жарай ма, балалар? Енді қараңыздар. Сосын дайын болсаңыздар, мынаны басамыз, осы тетікті басамыз. Бірінші топ өз тетігін басады, екінші топ өз тетігін басады. Қараңыздар, мына сөйлемдердің орнына сіздер мына сөйлемдерді қойып шығуларыңыз керек. Марина, келе ғой. Мына жерде қандай сөз жоқ? Бұл әнші. Жақсы. Алып бара ғой. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Әнші қом және су жеріндегі үлкен қалқан, кіші қалқан тауларының қасында орналасқан. Жақсы, жарайсың. Енді келесі. Жарайсың, балалар. Осы бұл тапсырмамен біз жақсы жұмыс жасадық. Енді мен 2 топқа да 3 ұпайдар беремін. Келесі, балалар, енді біз кішкене 2 тапсырма жасадық, енді кішкене сергі болайық. Орындарыңызда тұрыңыздар.
правильно. Келесі біз нейрожаттығу жасап аламыз, иә? Нейрожаттығу жасап аламыз. Қараңыз, балалар, алғаныңызда нейрожаттығуды, иә? Біз екі саусақпен жұмыс жасаймыз, иә? Бұлай екі саусақпен жұмыс жасаймыз. Енді мен қазір көңілді әуен қоямын. Сіздер екі саусақпен жүргізіп отырған кезде, болған кезде соңында екі саусақты жүргізіп болғаннан кейін біз қолымызбен шапалақтаймыз. Сосын келесі нейрожаттығуға өтеміз, иә, көшеміз. Әркім өз орнына отырғанға дейін. Қазір мен әуен қоямын. Жарайсыздар балалар, кішкене сергіп алдық. Енді орта жауабыңызға қодырамыз. Енді балалар, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма бізде суреттер арқылы және тірек сөздер арқылы біз постер жасаймыз. Ол постерді әртүрлі өзі сипатта бізге әңгіме береді. Қазір постер мынандай суреттер арқылы сіздер постер жасап бересіздер балалар. Қараңыздар, мынау тірек сөздер. Мына екі жақты тірек сөз, міне суреттер. Осылар арқылы сіздер маған постер жасайсыздар. Қараңыздар, суреттер. Суреттерге постер қағаз беремін, қағаз постер жасаймыз. Көрсете қой жұмысыңды. Жақсы, айта қойыңыз. Екінші топ, тыңдаймыз. Жақсы. Ені, үш, шақырым, иә, жақсы. Ұқсайды, иә, дауысы, жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Отыра қойыңыздар. Енді екінші топ. Бірінші топ. Айтамыз ба? Марина, айта қойыңыз. Кім айтады? Марина, көрсете қой. Міне балалар. Көрдіңіздер ғой, иә, жұмыстар? Марина, айтады. Әншінің биіктігі 100 метр. Жақсы. Ұзындығы 8, ені ұшы кірім. Жақсы, жарайсың. Рептекті ұшақтың даусына ұқсайды. Жақсы, жарайсың. Енді, тағы. Сырнайдың даусына ұқсас әп әдемі әуен Құлаққа естіледі, иә? Жақсы, жарайсың. Және әншінің Алматы облысында орналасқан. Жақсы. Енді бұл тапсырманы балалар екі топ бір-бір бағалайды. Қараңыздар балалар. Бірінші топ, екінші топ бағалайды, екінші топ, бірінші топ бағалайды. Қараңыздар, енді баға береміз. Неше балл береміз мына топқа? Неше балл береміз? Балалар, қараңыздар, дискрипторға қараңыздар, бағалап өтеді. Тірек сөздерді орында қолданады. Бір ұпай, иллюстрациялар сипаттайды, бір ұпай, тақырып бойынша толық ақпарат береді, бір ұпай, ойын жүйелі түрде жеткізеді, бір ұпай. Енді қараңыздар, ойларын жақсы жеткізді ма? Неше балл береміз? Неше балл береміз? 3 ұпай. Жақсы. Не үшін 3 ұпай береміз? Айтыңыздар, не үшін береміз, Сабина?
қолында шаш толық ақпарат береді, жақсы, жарайсың. Енді келе ғой бағалар ғой. Кел бағала. Мына топты бағалаймыз. Мына не ығысқа саласың, иә? Үш ұпай бердің. Мына толды салуымыз керек, иә? Сала ғой. Жақсы, жарайсың. Енді Ева, біз мына топқа неше ұпай береміз? Неше балл береміз? 4 ұпай, жақсы. Не үшін береміз? Оқиды. Сөздерді қолданды, иә? Иллюстрацияларды сипаттады. Және тақырып бойынша толық ақпарат бере алды, иә, Марина? Жақсы, жарайсың. Ойын жүйелі түрде жеткізді, иә? Келе ғой, еді. Бағала. 3 ұпай берем ба? Толық салады. Енді салады. Жақсы, енді тағы біреу саламыз. 3 ұпай ғой. Тағы 1 ұпай салуымыз керек, иә? Келе ғой. Тағы 1 ұпай сал. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, енді біз осы сабаққа кері байланыс береді. Кері байланыс, мына кері байланыс белгіне сіздер өз кері байланыстарыңызды жазыңыз. Бағдан, өз кері байланысын бере қойшы, сабақ сабағын ма? Тапсырмаларды өз бетімше орындай алдым. Жақсы, жарайсың. Марина, сабақ сабағыңдарына көңіл білдіре ғой. Сабақта тапсырмаларды орындау қызықты болды. Жақсы, Илона, сен айта ғой. Саған сабағыңдарды ма? Айта. Сабақта тапсырмаларды Орындауда қиналдың ба? Қиналдым, иә? Жақсы, отырамын. Марина, саған сабағыңдарды ма? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, кері байланыстарыңызды мына қорапшаға сала қойыңыздар. Енді білеміз, өте қойыңыз, білеміз. Жақсы, жақсы, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта сізде мәтіннің мазмұнын түсініп, нақты ақпарат анықтадыңыздар, иә? Тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттай алдыңыздар. Енді мен өз кері байланысымды келесі сабақта сіздерге міндетті түрде айтатын боламын, иә, балалар? Енді, балалар, біз бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Келесі кездескенше, балалар, сау болыңыздар. Сау болыңыз, мұғалім. Жақсы, балалар, сау болыңыз.